Записывать, регистрировать. Все, начинаем. Да, можете начинать. Я Сабину подключу. Мгм. Жаңа оқыған кісің кішкене жақында түсіру керек қана маған кішкене қойып салмасына презентация өзім көрсетіп Мгм. Регистрируются все. Домашний. металлургия болғанда Она говорит, что выступает, когда вы поближе с ним. Сейчас будет он снимать, говорить, к нему туда подойти. Вот потом через 15 минут. Когда подойдешь, и приедет, это сделает. Все, можно начинать. начинаем. Да, начинаем. Саламатсыздар ма? Табиғи ресурстар басқармасынан қосылды. Құрметті қоғам тыңдаушы қатысушылар, менің атым Өзбек Руслан, қоғамдық экономика шаруашылық бөлімінің мемлекеттік мекемесінің президенті Тарлан. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың төрағасы бүгін 2025 жылы 14 қазанда ашық жиналысқа Soyun Bottox Heavy Industry үшін әсер етуге экологиялық рұқсат алуға материалдар шығарылады. Қоғамдық тыңдаулар ашық деп жарияланды. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес хатшыны сайлау қажет. Хатшы мемлекеттік және орыс тілінде қоғамдық тыңдаулар хаттамасының сапалы жасалуына жауапты болады. Бұған қол қояды, сондай-ақ оның 2 жұмыс күні ішінде бірыңғай экологиялық порталдарға жеткізуін қамтамасыз етеді. Ашық дауыс беру арқылы қоғамдық тыңдаушылардың хатшысын сайлауды ұсынады. Хатшыны Исмағұл Айгүл мені сайлап жатыр. Ешкім қарсы емес пе? Қолдарыңыз кішкене көтеріңіз. Қарсымыз. Күн тәртібін қарсы жүрсіңіз. Мен күн тәртібін ұсынамын. Жобамен материалдардың баяндама нысанында қарау ұсынылған ереже 10 минут. Сұрақ жауап барлық тілек білдірушілер баяндамашы сұрақтар қойып, жоба бойынша өз пікірлерін айта алады. Ұсынылған ереже 10 минут. Қоғамдық тыңдаушыларды қорытындылау жоба жабу, қорытындылау және жабу ұсынылған ереже 5 минут. Дауыс беру сұралады, ережені бекітілген кім қолы көтереді. Қарсы емеспіз, күн тәртібіне. Олай болса, мен баяндаманы секретар ретінде Исмағұл Айгүл Еркінені оқып шығайын. Баяндама үшін экологиялық әсер ету рұқсатын алуға Heavy Industry жауапкершілігі шектеулі мекемесіне серіктестік салмастар, құрметті тыңдаушылар, қамыттардың сыйымдылық жабдықтарын жасаумен айналысады және Каспий маңы тау-кен металлургия комбинатының бұрынғы Ақтау жөндеу цехында орналасқан. Баланста және жұмыста цех номер 1, 2 және құм жару және бояу цехы, жазғы дәнекерлеу цехы және ацетилен баллондарын сақтау қоймасы орналасқан. Өнеркәсіп алаңында сыртқы инженерлік коммуникациялардың барлық түрлері бар. Өз өндірістерінде кәсіпорында крандары орналасқан. 2026 жылы пайдалану жоспарланып отыр. Кәсіпорындардағы жұмыс режимі жылына 251 жұмыс күні, қызметкерлердің жалпы саны 164 адамды құрайды. Жобаланатын объектілердің әкімшілік аумағы Қазақстан Республикасы Маңғыстау облысының Ақтау қаласының құрамына кіреді. Кәсіпорынның пошталық мекеме
Один жай десятин. кәсіпорын аумағының батыс бағытында 1,81 километр қашықтықта орналасқан. Каспий теңізіне дейінгі қашықтық 2,94 километр. Объект су қорғау аймағы мен жолағының тыс орналасқан. Объектінің атмосфералық ауаға әсерін бағалау. Кәсіпорында атмосфералық ауаның ластауын 7 көз анықталады. Оның ішінде 2-еуі ұйымдастырылмаған және 5-еуі ұйымдастырылған. Стационарлық көзделген ластаушы заттар шығарындыларының жалпы көлемі жылына 7,895-66 тоннаны құрайды. Сәйкес пайдалану кезінде барлық ингредиенттер бойынша барлық көздер құратын жер бетіндегі концентрациялардың шашырауын есептеу нәтижелері санитарлық қорғау аймағы мен тұрғын аймақ шекарасындағы жер бетіндегі қабаттағы ең жоғары концентрация 1 ПДК-дан аспайтынын көрсетеді. Объектінің су ресурстарының әсерін бағалау. Пайдалану кезіндегі сумен жабдықтау көзі орталық болып табылады. Кәріз орталық кәсіпорында төгінділер қарастырылған. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын қоршаған ортаға әсерін бағалау. Seven Vertex индустрия жауапкершілігі шектеулі серіктесі пайдалану процесінде қалдықтардың мынандай түрлерін қалыптастыру көзделген. Қалдықтардың 13 түрі түзеледі. Аралас коммуналдық қалдықтар, флуоресцентті шамдар және құрамында сынап бар басқа қалдықтар, темір және болат сіңіргіштер, сүзгі материалдары, май сүзгілерін қоса алғанда басқаша анықталмаған сүртуге арналған маталар, қауіпті материалдар мен ластанған қорғаныс киімдері. Минералдық қорланбаған моторлы трансмиссиялық және майлау майлары қалдықтары бар немесе қауіпті заттармен ластанған қаптама. Май сүзгілері, қорғасын батареялары, пайдалануға шиналар, дәнекерлеу қалдықтары, аралас металдар, көшелерді тазалау қалдықтары, 12.01.20-да айтылғандардың қоспағанда пайдаланылған тегістеу денелері мен тегістеу материалдары. Пайдалану кезінде түзелетін қалдықтардың көлемі жылына 124,53-31 тоннаны құрайды. Жобада қалдықтарды көму көзделмейді. Қоқысты жинау үшін арнайы асфальтталған және қоршаған алаңдарды қақпағы бар металл контейнерлер көзделген. Қалдықтар араласпайды, бөлек сақталады. Контейнерлерден қоқыстарды шығару күн сайын жүргізілуі тиіс. Босатылғаннан кейін контейнерлер жуылады және дезинфекцияланады. Өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін бағалау. Қаралып отырған жұмыс жүргізу учаскесі орман қоры мен ерекше қорғаланатын табиғи аумақтардың жерлері болып табылмайды. Жалпы алғанда қоршаған ортаға компоненттеріне әсер қолайлы деп бағаланады. Қазіргі жоба бойынша оқылатқан баяндама, біздер экология бойынша разрешение алып отырмыз. Эмиссияға сіздердің осы бойынша сұрақтарыңыз болса, проектіге вопросы есть? Сұрақ жоқ па? Назар аударғандарыңыз үшін рахмет. Можно я это покажу? Ең жақын орналасқан елді мекен әсер ету. Қай елді мекен? Галя, можете ответить? Самый близкий... Жилая зона? Жилая зона, да. Сейчас, секундочку. Рауан? Рекон напротив. Рекон ғой, я сол. Нет, там жилая зона Актау 1,89, по-моему, километров. Сол Рекон ғой. Рауан Актау. Жылы Рекон деген тоғыл. Рауан Рекон. Неше километр орналасқан? 1,81 километр қашықтықта. 1811. Мынау мына спискіміз. Протокол жазылған. Мгм. Басқа сұрақтарыңыз? Можете взять? Если сұрақ болмаса, сіз қалпына жүрсіз? мүдделі мемлекеттік органдармен жұртшылықтың барлық мектептерінің ұсыныстары қоғамдық тыңдаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар мүдделі жұртшылық
қатысуына байланысты өткізілді және жабық деп жарияланды. Все? Галина? Все хорошо тогда. Спасибо.